Бисмиллахи-рахмани-рахим. Қадірлі жамағат, ардақты ағайын. Алла тағалаға деген біздің құрметімізбенен мен осы мешітті салуға ниет жасадым. Бұл бас қаламыз ғана емес, бүкіл еліміз, барлық мұсылман қауым үшін маңызды оқиға. Осы жылдардың ішінде тарих үшін қас қағым уақыт елордамыз Астанада талай ғимараттар бас көтерді. Оның барлығы да айтарлықтай үздік ғимараттар. Соның ішіндегі бұл мешіттің орны жеке дара деп санаймын. Тәуелсіздік таң атқаннан бері еліміздің әр түкпірінде көп мешіттер ашылып, жамағатты риза қылғаны бәрімізге белгілі. Оларда оқылған намаздар мен дұғаларды әрдайым Алла қабыл етсін. Мен мемлекет басшысы ретінде өкілеттігімді тоқтатудан бір күн бұрын 2019 жылғы наурызда осы мешіттің алғашқы кірпішін қаладым. Сол сәтте менімен бірге қасымда қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев болды. Аллаға ризашылығымызды айтып, болашақта халқымыздың тәуелсіздігі менен еліміздің еркіндігін ұзағынан болсын деп тіледік. Асыл дінімізге осылша қолдау көрсетуді әу бастан өз мұсылмандық міндетім, халқымның алдындағы перзенттік парызым деп білдім. 30 жылдан аса уақыт жаңа мемлекет, тәуелсіз Қазақстанды құру жолындағы еңбегімізді Алла қолдады.